Саламатсыз ба? Бұл видеода мен атаулы әлеуметтік көмек кімге берілетіні туралы қысқаша айтып кетем. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, оған лайк басып, арнама жазылуларыңызды өтінемін. Алдын ала рахмет. Атаулы әлеуметтік көмек мұқтаж жандардың барлығына беріле бермейді. Оның өзінің шарттары бар. Атаулы әлеуметтік көмектің ең басты критерийі ол отбасының жан басына шаққандағы табысының кедейлік шегінен төмен болуы. Бұл шарт орындалатын барлық отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек берілуі керек. Ал бұл шарт орындалмаса, атаулы әлеуметтік көмек берілмейді. Атаулы әлеуметтік көмек қалай саналатыны және оған тапсыру үшін қандай құжаттардың керек екендігі жөнінде менің арнамда басқа видеолар бар, соларды көрсеңіздер болады. Атаулы әлеуметтік көмектің екі түрі бар: шартты және шартсыз ақшалай көмектер. Шартсыз ақшалай көмек отбасында тек қана келесі санаттарға кіретін адамдар болса ғана беріледі. Бірінші, жалғыз ілікті және жалғыз тұратын табысы аз, зейнеткерлік жасқа жеткен адамдар, бірінші және екінші топтағы мүгедектер, 2 айдан астам мерзімге уақытша еңбекке қабілетсіздік белгіленетін аурулары бар адамдар. Екінші, құрамында еңбекке қабілетті адамдары жоқ немесе жалғыз еңбекке қабілетті мүшесі 3 жасқа дейінгі балаға, мүгедек балаға, бірінші немесе екінші топтағы мүгедекке, бөгде адамның күтіміне және көмегіне мұқтаж қартқа күтімді жүзеге асыратын табысы аз отбасылар. Егер отбасында жоқ дегенде бір адам бұл санаттарға кірмесе, яғни еңбекке қабілетті болса, немесе бірыңғай жиынтық төлем төлесе, онда бұндай отбасыларға шартты ақшалай көмек беріледі. Шартты ақшалай көмекті берместен бұрын еңбекке қабілетті адамдар әлеуметтік келісімшартқа отырады. Ол келісімшартта жұмыспен қамтуға жәрдемдесу немесе әлеуметтік бейімделу шараларына қатысу туралы міндеттемелер болуы мүмкін. Осы міндеттемелерді орындаудан бас тартылса, немесе олар бұзылса, онда отбасына берілетін көмек тоқтатылады. Бұндай жағдайда атаулы әлеуметтік көмекке келесі 6 айдан кейін ғана қайтадан тапсырса болады. Атаулы әлеуметтік көмек берілмейтін адамдар санаттары. Бірінші, табысы аз болып табылмайтын адамдар, яғни жан басына шаққандағы табысы кедейлік шегінен жоғары болса. Екінші, еңбекке қабілетті мүшесі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларына қатысудан бас тартқан отбасы. Үшінші, алушының кінәсі бойынша бұрын жасалған келісімшарт бұзылған және әлеуметтік келісімшартта көрсетілген міндеттемелер орындалмаған жағдайларда. Төртінші, атаулы әлеуметтік көмек тағайындау үшін көрінеу жалған мәліметтер және анық емес құжаттар берген адамдар. Бесінші, материалдық жағдайын зерттеп қарау нәтижелері бойынша дайындалған учаскелік комиссияның қорытындысына сәйкес атаулы әлеуметтік көмек беруге мұқтаж емес адамдар. Жай сөзбен айтқанда, отбасында барлық адамның еңбек етуден босататын себептері болса, оларға шартсыз ақшалай көмек беріледі, егер табысы аз болса. Ал егер отбасындағы бір адамда еңбектен босататын себебі болмаса, онда оған шартты ақшалай көмек беріледі, әрине табысы аз болса. Бір жолға шартталған ақшалай төлем әлеуметтік келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындаумен байланысты іс-шараларға, жеке қосалқы шаруашылықты дамытуға, дара кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруға ғана қолданылады. Осы видеомды көргендеріңізге рахмет. Егер ол сіздерге ұнаса, онда оған лайк басып арнама жазылыңыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын.